мынау неге сиырды бізде қазақта негізі сиырды ешқашан жемеген. Любой архивті алып қалсаңыз қазақ немен өлшенген? Байлықты отар қоймен үйір жылқы дейді да. Сиыр туралы ол жерде әңгіме жоқ. Бір архивтен бір документ таба алмайсыздар. Сондай байлықты сондай болған. Сиыр әрине болған, бірақ болғанда оны ақтық үшін ұстаған. Құрт, ірімшік, жаңағы сүт, қаймақ деген сияқты, айран деген сияқты. Осыған ақтыққа ұстаған сиырды. Бірақ оны жаңағындай ас деп, оны жаңағы қазіргі біз сияқты сиырды жемеген. Біз қазір сиырды жеп мал болып қалдық та. Мал болып қалдық. Қай жақ қайдаса сол жаққа бұрыламыз. Бізге бәрібір де. Бірақ қазақ деген біз тек тұрпақпыз ғой. Біздің бабаларымыз қандай болған? Біз соған оралайық. Балаларыңызға қой жеңіздіңіздер. Қой неге? Қой, қазақ айтады ғой, семіздікті қана қой ғана көтереді. Қой өте төзімді болған нәрсе. Бәріне шыдайды. Өте. Қой даже қойды жеп біздің қазағымыз өте сабырлы болған. Екінші қасиет жылқыны жеген. Жануар дейді жылқыны, тұлпар дейді. Қандай әдемі сөздермен айтады. Әлгі жылқыны жегеннен бойға оның қасиеті бар жұққан. Жылқы тер шыққанша, тер шыққаннан кейін жылқыны тоқтата алмайсың. Мынау көкпарды қарап отырсаңыздар, көкпардағы анау жылқылар бар ғой, мен таңғалам. Анау бір жерін ауыртып аламау, бір жерін ол анаған қызған қаз азартқа кірген кезде ол жылқы тоқтамайды. Ешқандай анау неге қысылып қаламау, құлап қаламау. Ет қызды болды, олар вперед стенкаға секір десең стенкаға секіреді. Сол сияқты біздің қазақта да сондай жылқыны жеп сондай қасиет болған. Бабаларымыз бізде емес енді әрине, ол біздің бабаларымызда болған. Өзі ерте кезде әскерде болғанда, оны көне азаматтардың бәрі біледі. Қазақ бәріне шыдайтын болған. Аштыққа да шыдайды, таяқ әскерде таяқта жеді, бірақ шыдады да. Кейін бірақ бәрін қопарып көрсетті. Ешқашан қазақтың балалары жаңағы чимарица етіп, жаңағы аштыққа шыдай алмай помойдан тамағын жеген жоқ. Басқа халықтың балаларын көрдік, аштыққа шыдай алмай помойдан тамақ жеп жүргендерін. Қазақ ондай болған жоқ. Өйткені қой жеп сабырлы болды. Сосын тер шыққан кезде бір көтерілгеннен кейін оны тоқтату қиын да. Біз осындай болдық, осындай ұрпақпыз. Ал қазір не болдық? Қазір сиыр жеп сол осындай нашар болып қалдық та. Өйткені қазір базарға қарап отырсаңыздар, 70% любой базардың показатель, мен сіздерге айтайын, 70% сиырдың етін сатады. Бір 25% жылқының етін сатады. 5% қана қойдың етін сатады. Бұл спрос жоқ деген сөз. Сондықтан осының бәрін қайтайық, жігіттер, айналайындар. Осының бәрін қайтарып, елімізге, балаларымызға, келешек ұрпағымызға қойдың етін фид еткізбей, қойдың етін жегізейік, құйрық май жегізейік. Өздеріңіз барлықтарыңыз куә болдыңыздар. Анау тауық сияқты қырылып жатқан кезде пандемияда шошығаннан бейшара бүкіл әлем қойдың құйрығына жүгірген жоқ па? Жалғыз қазақ емес, бүкіл әлем жүгірді. Бүкіл әлем қойдың етіне қойып алған, мына құйрық керемет екен деп. Міне неге? Өйткені қойрықтың құйрығында бүкіл ценность, бүкіл витаминнің бар қойдың құйрығында. Неге? Өйткені ол семіреді, жинайды. Ол запастың бәрі қайда салады? Оның запастың бәрі майға шығады. Майда бүкіл құндылық, шөптен келген бүкіл шөптің құнары бәрі майда тұр. Қара ет емес. Қазір қара етін жейміз, майын ақтатпайды жастар. Сондықтан майлы тамақ жеуіміз керек. Айналайын, қазағым, үйренейік осыған. Сонда өте ауру болмаймыз. Асқазан ауырмайды. Жілік майымыз мықты болады. Ешқашан сосын мынау пандемия, анау, мынау дегендерден ешқашан қорықпай жүреміз. Міне осыны қалада азаматтар көбі білет мені. Пандемияның кезінде мен маска киген жоқпын. Тек анау заставляйте бір зданияларға кірген кезде вынужден кигізем, а так мен жаназаларды бәріне мешіттің алдында жаназа бәлен кісі сол пандемиядан қайтыс болып жатқанда жаназаның ішінде мен маска кимей тұратынмын.
бәрі маскамен тұрады, маған маска қайтемін мен. Неге? Өйткені сорпа, қойдың сорпасын ішіп, қойдың майын жеп, қойдың етін жесеңіздер иммунитеттеріңіз мықты ғой, ештемеден қорықпайсыздар. Сондықтан айналайын, қазағым, давайте осыған қайтайық, балаларымызды осыған әкелейік иншалла. Сөйтіп елімізді түзейік жігіттер. Әйтпесе мынау сиырды жеп біз оңалмаймыз. Енді сиырды қойш, сиыр түгіл, ендігі балаларымыз мынау түгел ақарачқа кетіп, ертең тауық болып көкөге кетіп жүреміз көрінген жерде. Өф десе қырылып. Не? Қазір балаларды қарап отырсаңдар, сорайған бойы бар. Бірақ түгел ауру. Түгел ауру. Қазір 5-тен бел шықпай жатқан баламда ескі больницаға барып көріңіз, 5-тен бел шықпай жатқан бала түгел ауру. Бұл тумай жатып немен ауру екенін білмеймін. Бұл не деген сөз? Значит, әке шешесінде иммунитет жоқ. Сондықтан айналайын, қазағым, осының бәрін түзейтін кез келді. Біз айтып отырмыз ғой, өзіміздің немізге оралмай, бізге түзелу қиын болады. Сондықтан өзіміздің тамағымызға, өзіміздің салт дәстүрімізге оралайық, сөйтіп ел боламыз иншалла. Алла қаласа, Алланың қалауымен бәрі түзеледі.